Марс 2020 Атлас 5 ракетасымен бірге Марсқа қарай осы шілдеде ұшуы керек ровердің аты. 17 шілдеде ұшып бастаса, Марс планетасына 2021 жылы бірақ жетеді. Әрине, коронавирус қарсы болмаса. Аттанайын деп жатқан Марс 2020 ровері басқа роверлерге ұқсамайды. Мысалы, Curiosity миссиясы негізінен Марстағы суларды және оның көздерін іздеу болатын. Curiosity онымен қоса бұрынырақта бұл планетада су молекулалар болған ба жоқ па екендігін зерттеген болатын. Ал Марс 2020-ның негізгі миссиясы осы планетадағы тіршілік көзін қазір бар ма немесе бұрын болған ба екендігін іздеу болмақ. Бірақ шындыққа келсек, бұрынырақта Марста тіршілік болғанымен ол тіршілік көзге көрінбейтін тіршілік түрлері болуы мүмкін. Бактерия не вирустар сияқты. Өйткені Марстан қазір табылып жатқан тіршіліктер бір жасушалы тіршіліктер, және бұндай тіршілік көздері жер планетасының өмірінің тек алғашқы 3 миллиард жылында өмір сүрген. Бұл бір жасушалы тіршіліктен көп жасушалы тіршілікке эволюция болуы үшін өте ұзақ уақыт кетеді. Қазір жер планетасына 4 миллиард жыл. Алғашқы 3 миллиард жылында жер планетасында тек кішкентай жасушалы тіршілік ағзалары өмір сүрді. Жануарлар немесе өсімдіктер болмады. Бұлардың бәрі әлі болжам. Ғалымдар Марстың өткен өмірінен тіршілік етуге қолайлы орта болғандығын, тіпті табиғи су қоймаларда болғандығына көп дәлелдер келтіреді. Егер су онда болған болса, демек тіршілік те болған деген сөз. Сонымен Марс 2020 ровері Изеро кратеріне қонатын болады. Ол диаметр шамамен 50 километр болатын кратер. Неге дәл осы Изеро кратеріне қонайын деп жатыр деп сұрауыңыз мүмкін. Өйткені осы Изеро кратері көптеген жылдар бойы су астында жатқан және осы кратердің астында үлкен су қоймасы болуы керек деген дәлелдер көп. Біз кратердің топографиясынан каналға ұқсас бейнелерді көре аламыз. Егер дәл осы кратер ұзақ уақыт бойы су астында болған болса, демек бұл жерден Марстық ровер тіршілік ізін табу мүмкіншілігі де өте жоғары деген сөз. Марс 2020 ровері Марсқа аттанған кезде осы жерден осы кратерден 31 түрлі тас түрін арнайы құтыларға салып сақтап кейінірек жерге қарай жіберетін болады. Әзірше бұл жинап алынған топырақтарды, тастарды жерге қалай кері ұшырып жібере аламыз деген сұраққа жоспарлар дайындалуда. Марс 2020-ның сыртқы дизайны да Curiosity-ге өте ұқсас. Бірақ айтылғандай миссиялары әртүрлі. Оған қоса бұл ровердің ерекшелігі ол өзімен бірге НАСА-дан арнайы дайындалған арнайы дронды алып кетеді. Бұл дрон бір ұшқанда 600 метр арақашықтықты бағындыра алады және 400 метр биіктікке дейін көтеріле алады. Оған қоса бұл дрон өте жеңіл, шамамен 1,8 килограмм ғана тартады. Бұл шамамен орташа ноутбуктың салмағы сияқты. Яғни шынымен де жеңіл. Дрон тікұшақта 2 HD камерасы болады. Бұл камералар өз кезегінде ұшып жүріп, ровер үшін навигация қызметін атқаратын болады. Және әрине қызықты нәрселер болса, жерге сигнал ретінде жібереді. 1050 килограмм тартатын бұл ровер Марсқа адам жіберген үшінші ауыр объект болмақшы. Бұл тіпті Curiosity-ден 17%-ға ауыр. Неге ауыр? Өйткені ровер топырақтың құрамын зерттеуге арналған көп инструменттерді өзімен бірге тасып жүруі керек. Онымен қоса роверде 10 метр тереңдікке дейін су бар ма жоқ па екендігін анықтайтын технология орналасқан. Сол арқылы Curiosity сияқты су бар жерлерді іздей алады. Тағы да роверде оттегі шығаратын аппарат орналасқан. Бұл құрылғы арқылы Марстағы тіршілік көзінің оттегіге реакциясын зерттей алады. Және бұл технология апгрейдтен өткеннен кейін болашақ Марстағы колония үшін оттегі көзі болуы мүмкін. Роверде 23 камера орналасқан. Әр камера әртүрлі қызмет атқарады. Ол камералардың көбісі Марстағы қыртыстарды зерттеуге арналған камералар. Сонымен қарап тұрғанымыздай Марс 2020 Марсты зерттеуде үлкен революция жасауы мүмкін. Оның айтып өткен технологиялары Марстағы тіршілікті табуға көмектескенмен қоймай, болашақтағы Марстағы адам колониялары үшін де өзінің үлкен үлесін қосатын болады. Ал біздің видеомыз соңына жетті. Ұнаса лайк, ұнамаса дизлайк, және келесі видеоларда көріскенше.